Енді әметте тәшкіл болып әміс қайдады. Күлкі қалай бұл? Сәлем. Қол жүріп тұр. Бизнес ұрып тұр. Мына біздің бизнеске бұл пандемия, карантин деген қыстырмайды ол. Енді. Жиналыс болып отыр, біреу, кеп тұрау. Хабарласам дос, давай. Ашық, кірсей. Ассалаумағалейкум. Уалейкум ассалам. Жағдайың жақсы ма? Келіңіз, отырыңыз. Қалай, қарбаларыңыз қалай? Шүкір. Жақсы ма? Қалай өздеріңіз? Шүкір жайды. Ай, бәрекелді. Ал енді мынау келген себебімді айтайын. Біз мынау зекет жинап жүрміз. Садақаны айтасыз ба? Оны кеше оразан кезінде өзім арнайы мешітке 570-пен барып, адам басына 420 теңгеден екен ғой. 2100 теңгені жәшке салып кеткенмін. Оны беріп қойғанбыз болды, Ол бітір садақасы. Бұл зекет садақасы. Зекет деген бұл 5 парыздың 4-шісі. Бұны міндетті түрде беруіңіз керексіз. Жоқ, енді дұрыс қой, өзің айтып тұрсың, жағдайым болса, жағдайым болмаса деген жағдай қиын. Мынау енді карантин кесірінен қазір кризис, ана жұмысшыларымызға айлық бере алмай отқан кезде сізде қазір ол бір тиын ақша жоқ. Енді беріңіз бала шағаңыздың амандығы үшін, мал жаныңыздың амандығы үшін, ырыс несібеңіздің еселенуі үшін беріңіз. Молдеке, жоқ деген екен бірден түсінсеңіздер болады, қаяқтан беремін мен? Өзім жұмысшыларыма айлық тауып бере алмай отқан кезде. Енді беріңіз, бұл енді жетім жесірлердің ақысы ғой, беріп қойыңыз. Не саған зекет? Бәрекелді. Рахмет. Бұл енді маған бергеніңіз. Енді жетім жесірлерге не бересіз? Ештеңе бере алмайын. Бересің. Иттей боп бересің. Менен басқа біреулер келеді. Сол кезде мамалап тұрып бересің. Одан да қазір бер. Жоқ, кім келмекші? Кім келсе, ол келсін, бермеймін дедім ба, бермеймін. Ертең авария болғасаң, гаи келеді, гаиге бересің. Пажар болса үйіңде, пажарныға бересің. Үйіңе ұрлық түссе, милицияға бересің. Ауырып коронавирус болсаң, дәрігерге бересің. Одан да қазір бересің. Алда кетіңіз. Лақтырмай бер. Мен үшін беріп атқан жоқсың. Әкел бар ақшаны. Бәрекелді. Қолыңыз жайыңыз. Қабыл болсын, Алла қабыл етсін. Қолыңыз жайыңыз. Батамды беріп кетейін. Амин. Алла, осы бизнесмен ағамыздың өзіңнің жолыңа бергенін еселеп қайтар. Алла, осындай жомарт байлардың елімізде көп болуын нәсіп ете көр. Амин. Рахмет, қабыл болсын. Ендігі жыл тағы келемін, дайындап қойыңыз.